Нұрбек Оралбай қазақ боксшыларының жеңісті жолын жалғастырды. Бокстан әлем чемпионы Нұрбек Оралбай Италияда өтіп жатқан лицензиялық турнирдің алғашқы айналымынан сүрінбей өтті. Бусто Арцицо қаласында өтіп жатқан лицензиялық турнирдегі алғашқы жекпе-жегінде жеңіске жетті. 80 келіде жұдырықтасатын былғары қолғап шебері Гаити елінің спортшысы Кедрик Белони Дюлеплені еш қиындықсыз жеңіп келесі айналымға шықты. Ол келесі кездесуін 8 наурыз күні өткізеді. Қарсыласы әзірге белгілі болған жоқ. Айта кетейік, Сакен Бибосынов, Махмуд Сабырхан және Римма Волосенко осыда алғашқы жекпе-жектерінде жеңіске жеткен еді. 2024 жылғы Олимпиадада бокстан лицензиялық турнирге кімдер барады? Буст Арцицо қаласында барлығы 49 жолдама үлестірілді. 4-12 наурыз аралығында Италияның Бусто Арцицо қаласында, бокстан ерлер мен әйелдер арасында Францияның Париж қаласында жылауы көтеріліп, жазғы олимпиадалық ойындарға лицензия беретін халықаралық турнир өтуде. Оған 114 елден 668 спортшы қатысып жатыр. Жақында олимпиада жолдамасына таласатын боксшылардың есімдері де белгілі бола бастады. Қазақстанның ерлер құрамасы 5 салмақта қолғап түйістіруде. Әйелдер құрамында шаршы алаңға 50 келі салмақта Алуа Балқыбекова шығады. Сонымен бірге 54 келіде Жайна Шекербекова, Римма Волосенко, Наталья Богданова, Валентина Хальзова да бар. Бокстан Қазақстан құрамасының қоржынында жолдамалар саны көбею үстінде. 2023 жылғы жазғы Азия ойындарында аса ауыр салмақта Қамшыбек Қоңқабаев пен әйелдерден 57 келіде салмақта Карина Ибрагимова жеңіп алған болатын.